Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз жеті шелпек, жеті нан, қазақтың ұлттық тағамын әзірлейміз. Ашытқысыз және тез арада дайындалады. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен айранымызға бір шай қасық ас содасын салып араластырамыз. Реакция жүре бастайды. Содан кейін ұнымызға бір жұмыртқамызды жарып, бір шай қасық тұзымызды қосып, үстіне 2 ас қасық қантымызды қосамыз. Төрт ас қасық күнбағыс майын құямыз да, үстіне айранымызды құйып, жақсылап араластыра бастаймыз. Достар, осы рецептің толық құрамын описаниеда қалдырып кетемін. Жоғалтып алмас үшін сақтап қойыңыздар, немесе дайындап көрсеңіздер, қалай шыққанын комментарий бөлімінде жаза кетіңіздер. Міне қамырымыз осында болу керек, қолға кішкене жабысып тұратындай. Енді оны 1-15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минут өткеннен соң қамырымызбен жұмыс істей бастаймыз. Ең алдымен ұнымызды сеуіп, қамырымызды 2-ге бөлеміз. Бірінші бөлігінен шелпектер дайындасақ, екінші бөлігінен бауырсақтар дайындауға болады. Енді осы дөңгелекшілерімізді оқтаудың көмегімен ысып, барлығын дайындап қоямыз. Сол уақытқа дейін кішкене көтеріліп, дайын болады. Кеуіп кетпес үшін үстін орамалмен немесе сүлгімен жауып қоямыз. Қызып тұрған майымызға шелпектерімізді пісіріп, екі жағынан қызартып аламыз. 7 шелпегімізді пісіріп алғаннан кейін, қалған бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Міне 7 шелпегіміз дайын болды. Өте жұмсақ және дәмі де керемет. Егер де сіз асықсаңыз, өте тез дайындауға болады. Менімен болғандарыңызға рахмет, дайындап көріңіздер. Сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар, ас болсын.